Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін менде сникерс трайфлның рецепт болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Ыдысымызға ең алдымен жұмыртқамызды және де шекер саламыз. Миксермен біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Қанттың еруі аса қатты маңызды емес. Енді үстінен сүт және де сұйық май құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Мен електің ішіне құрғақ қоспалардың барлығын араластырып дайындап қойдым. Енді соны електен өткізіп, біркелкі болғанға дейін миксерлеп аламыз. Енді үстінен қайнаған ыстық суымызды құйып, тағы да миксерлейміз. Міне бізде осындай сұйықтықта шықты. Енді ыдысымызға орналастырамыз. Ыдыстың формасы ешқандай рөл ойнамайды, сондықтан кез келген ыдысқа пісіре берсеңіздер болады. 180 градуста қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Піскендігін ағаш таяқшамен тексеріп, суытуға қойып қоямыз. Қамырымыз суығанға дейін біз кремін дайындап береміз. Бізге креміне сливки, яғни клекей, сгущенка, вареная сгущенка қажет болады. Барлығын салып, біркелкі қоюланғанға дейін араластырып аламыз. Миксердің жылдамдығын көбейте отырып. Міне қамырымыз суыды. Енді оны алып, осылай қолымызбен үгітіп шығамыз. Осылай барлығын үгітіп алдық. Міне менде трайфлға арналған арнайы ыдыстарға орналастырып жатырмын. Ыдыс ешқандай маңызды емес. Өздеріңіздің қалаған үйдегі ыдыстарға да жасай берсеңіздер болады. Ыдысқа осылай қамырымызды орналастырып шығамыз. Және де бетінен кремімізді құямыз. Кремді құйып болған соң, қасықтың немесе силиконды күрекшенің көмегімен бір тегіс етіп орналастырып алыңыздар. Және де жарты сағат көлемінде тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Бетіне шоколадты ерітеміз. Ол үшін сливкені қайнауға дейін ысытамыз да, шоколадымызды салып, ерігенге дейін араластырып аламыз. Және де осылай жер-жанға қосамыз. Міне енді креміміздің үстінен жаңағы ерітілген шоколадымызды біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Бетін әрлеуге кірісеміз. Өздеріңіздің қалаған, өздеріңізде бар заттармен әсемдеп шықсаңыздар болады. Соңында осылай кішкене қант ұнтағын септім. Әркімнің өз қалауына қарай. Міне бар болғаны осы. Бізде трайфлымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Шынында да өте дәмді болып шықты. Баршаңызға ас болсын.